Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тақырыпқа сәйкес экранда көрсетілген суретке назар аударайық. Бұл суретте қандай денелер көрсетілген? Және де жер бетінде тіршілік қалай пайда болды деп ойлайсыңдар оқушылар? Осы суретпен және сұрақпен байланыстыра отырып, бүгінгі сабағымызды болжап көрейік. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жердегі тіршілік. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты жердегі тіршіліктің пайда болуы туралы ғылыми болжамдарды білуіміз қажет. Және жердегі тіршіліктің пайда болуы туралы ғылыми болжамдарды салыстыруымыз керек. Болжам деп отырғанымыз мәні толық анықталмаған заттар мен құбылыстардың негізінде жатқан ішкі байланыстар мен қатынастар туралы ұсынылатын ғылыми жорама болып табылады. Ал теория деп отырғанымыз белгілі бір құбылыстың, шындықтың, заңдылықтары мен байланыстары жайлы жан-жақты, толық мағлұмат беретін тұжырым болып табылады. Оқушылар, жер бетіндегі тіршіліктің пайда болуы туралы ғылыми болжамдар бар. Оқушылар, жер бетіндегі тіршіліктің пайда болуына байланысты ғылыми болжамдар бар. Оларға креационизм, тіршіліктің өздігінен пайда болуы, панспермия, абиогенез болып табылады. Креационизм ертеден келе жатқан діни тұжырымдамаға сәйкес әлемдегі барлық заттарды, оның ішінде тіршілікті жалғыз жаратушы Құдай жаратқан деп есептейді. Тіршіліктің шығу тегі туралы мәселелерді қарастыра отырып, дін ең алдымен қалай емес, қандай мақсатта шыққан деген сұраққа жауап іздейді. Ғылыми ақиқатты іздеу барысында бақылау мен тәжірибелерді кейіннен қолданса, діни ілім ақиқатты сенім арқылы ұғынуға ұмтыламыз. Келесі болжам өздігінен жаралу болжамы. Мыңдаған жылдар бойы адамның тіршіліктің өздігінен Келесі болжам өздігінен жаралу болжам болып табылады. Мыңдаған жылдар бойы адамдар тіршіліктің өздігінен жаралғандығынан сенеді. Келесі болжам бізде өздігінен жаралу болжамы. Мыңдаған жылдар бойы адам тіршіліктің өздігінен жаралғандығынан сенеді. Жансыз материядан қарапайым тәсілдермен жанды заттар пайда болады деп санайды. Биорганикалық қосылыстар мен органикалық қалдықтардың шірінділері кенеттен пайда болу көзі болып табылады. Келесі болжам бізде панспермия. Жерге түскен ғарыш денесі арқылы тіршілік әкелгендігін түсіндіреді. Панспермия болжамы тіршіліктің пайда болуымен түсіндіріледі. Келесі соңғы болжам бізде абиогенез. Жер бетіндегі тірі организмдердің шығу тегіне қатысты абиогенез болжамын кеңес биологы, химигі Александр Иванович жасаған. Ол 1924 жылы жер бетінде тіршіліктің пайда болуы атты еңбегінде жарияланды. Оқушылар, бүгінгі тақырыпқа сәйкес тапсырмаға назар аударамыз. Жердегі тіршіліктің пайда болу болжамдарын салыстыруымыз қажет. Нәтижесін салыстырып кестеге толтыруымыз керек. Қорытындысын шығарамыз. Мысалға, бүгінгі болжамдар бойынша екі болжамды жазамыз. Олардың ерекшелігін, қазіргі уақыттағы маңыздылығын жоғалтты ма деген сұраққа жауап жазамыз. Оқушылар, кестені орындап болса, менің жазған жауаптарымен салыстырып көрейік. Мысалға, мен креационизм мен панспермияны алдым. Яғни бұл екеуінің ерекшеліктеріне тоқталып өтсек. Тіршілікті жалғыз жаратушы Құдай жаратқан деп есептейді. Дінді басшылыққа ала отырып, ақиқатты сенім арқылы ұғынуға болады.
Панспермияның ерекшелігі ғарыш денелері арқылы тіршілік пайда болған деп болжаймыз. Қазіргі уақытта маңыздылығын жоғалтты ма деген сұраққа жауап іздейтін болса, креационизм қазіргі уақытта маңыздылығын жоғалтқан жоқ, әлі де мұсылман елдері дінге сену арқылы тіршілікті жаратушы жаратқан деп есептейді. Ал панспермия бойынша қазіргі таңдағы бұл болжамның өте маңыздылығы жоқ. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, жердегі тіршіліктің пайда болуы туралы ғылыми болжамдарды атап білдік. Және жердегі тіршіліктің пайда болуы туралы ғылыми болжамдарды жаңағы кесте бойынша таныстырып ажыраттық. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар балалар.